Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаңа оқу жылбасы құтты болсын. Қазақ тілінің 5-ші сыныптарға арналған оқулығы құрастырған Жанат Дәулетбекова және де Қосымова апайларымыз. Бұл кітап 10 бөлімнен тұратын оқулық болып табылады. Әр бөліміне жеке тоқталып, әр бөлім бойынша жаңа ақпараттар қабылдап, талдау жұмыстарын жыл барысы бойынша жасап шығатын боламыз. Ал бүгінгі жаңа тақырыбымыз мәдениет, тіл және қарым-қатынас 1-ші бөлім. 1-ші бөлімнің алғашқы сабағы тіл, қарым-қатынас құралы. Балалар, осы жерде біздерге ой түрткі сұрақ беріліпті. Осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Қалай ойлайсыңдар? Тіл неліктен құралға жатады? Тіл, қарым-қатынас құралы дегенді қалай түсінесіңдер? Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарымызбен таныс болайық. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды білдіресіңдер. Балалар, сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі туралы сендерге видео ақпарат ұсынайын. Ол үшін сендер осы видеоны зейін қоя отырып, әрбір сөзіне мән бере отырып тыңдаңдар. Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі. Біз күнделікті өмірде не істейміз? Бір-бірімізбен әңгімелесеміз, бір нәрсені сұраймыз, немесе оған жауап береміз. Достарымызбен ойнаймыз, сабақ айтамыз, інілерімізге жақсы кеңес береміз. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар мен хабарларды сөйлеу арқылы жеткізіп отырамыз. Ау Айдос, сен неге көңілсіз келе жатырсың? Мен сені қазір көңілдендірейін. Қойшы Қуаныш, менің күлуге де, сөйлеуге де зауқым жоқ. Тілім ауырып келе жатырмын. Тіліме теріскен шығыпты. Оу, сөйлеудің тілге қандай қатысы бар? Қызық екенсің. Тіл болмаса, қалай сөйлей аламыз? Тіл, сөйлеудің басты құралы екенін есіңде сақта. Сонымен, Айдос пен Қуаныш бір-бірімен өзара сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасады. Ендеше, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда, ауызша хабарлағанда жүзеге асады. Сөйлеу арқылы өз ойымызды өзгеге жеткізе аламыз. Ал балалар, тіл, қарым-қатынас құралы деп бекер айтпайды екен. Біздің тіліміз болмаса, қарым-қатынас жасауымыз қиынға түседі. Біреумен ақпарат алмасу, мәлімет бөлісу, не болмаса сұрақ жауап алу, қарым-қатынас жасауымыз қиынырақ болар еді. Сол себепті де тіл, қарым-қатынас құралы. Жаңа тақырыбымыздың тілдік бағдары дауысты дыбыстардың жіктелуі. Тілдердің қатысына қарай дауысты дыбыстар жуан және жіңішке деп бөлінеді. Жақтардың қатысына қарай ашық және қысаң деп бөлінеді. Ал ерін мен езудің қатысына қарай дауысты дыбыстар еріндік және езулік деп бөлінеді. Балалар, осы берген кластерді дәптерлеріңе сызып, әріптерді жік-жігімен жаттап алыңдар. Дауыссыз дыбыстар қатысына қарай, дауыс қатысына қарай және жасалуына қарай өзара қатаң дауыссыздар, ұяң дауыссыздар, үнді дауыссыздар деп 3 түрге жүйеленеді екен. Бұл сызбаны да дәптерлерімізге жазып, дауыссыздар тобын
жіктеп, түсініп алыңдар балалар. Келесі бөлім бойынша оқылым әдісі арқылы тапсырма орындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен мәтінді бірге оқимыз. Мәтінде не туралы айтылған? Ана тілінің адам өміріндегі рөлі қандай? Тіл не үшін қызмет етеді? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты тауып көрейік. Мәтінді оқимыз. Ана тілі сол тілде сөйлейтін халықпен бірге өмір сүреді. Және сол халықтың өкілдері үшін қарым-қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Тіл ана тілі атануы үшін ол күнделікті өмірде ұдайы қолданыста болуы тиіс. Тілдің ең негізгі, яғни бірінші қызметі адамдардың бір-бірімен сөйлесуі. Бір немесе бір нәрсе жайында пікір алысуы. Ал екінші қызметі адамдардың қоршаған орта жөніндегі өз ойларын тіл арқылы жеткізуі. Үшінші қызметі адам өзінің бір нәрсе туралы көзқарасын, күйініші мен сүйінішін, жақсы көру, жек көру сезімдерін тіл арқылы білдіруі дейді. Ендеше осы мәтінді түсінуіміз үшін талдау жұмысын жасайық. Ол үшін оқылған мәтін бойынша ана тілінің қызметі деген тақырыпта кластер жасаңдар. Мәтін бойынша ана тілінің негізгі қызметі қандай деп оқыдық? Ана тіліміз бізге қай жағынан қызмет етеді екен? Кластерді сызып, WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасаңдар. Ең алдымен сендерге осы ана тіліміздің қадірі, оның қасиетті тіл екендігі жайында айтып жазып кеткен лингвист, жазушы ақындарымыздың айтып кеткен дана сөздерімен бөлісемін. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Халел Досмұхамедұлы. Кімде-кім ана тілін әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмай. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Аталардың аманатына адал болайық ағайын. Балалар, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Адам мәдениетті болу үшін өз тілін, ана тілін, әдебиетін сыйлауы міндетті дейді балалар. Сендерге қосымша тапсырма ертеңге дейін жіберсеңдер болады. Бұл тапсырмада суреттерге қарап, тіл қарым-қатынас құралы деген тақырыпта ата-анаңмен, не болмаса әжеңмен, атаңмен, әпкеңмен әңгіме құраңдар. Сол әңгімені дәптерге диалог қылып, қысқаша түрде жазып өткізесіңдер. Осымен сабақты түсіндіру бөліміміз аяқталды. Енді сабақты талдауымыз үшін сабаққа кері байланысты WhatsApp желісі арқылы жасайық.